Ассаламу алейкум. Сіздер мен Ерке Али, сіздер Атакент Рекордс каналындасыздар. Яғни көп сөз, боқ сөз, бірден іске көшейік, ал кеттік. Бүгінгі тақырыпта біз авторский өлеңнің дауысын сводить ететін боламыз, яғни өңдейтін боламыз. Авторский өлең дегенде бұл әр инструментті бір шолып шықсақ, әр инструментті жеке-жеке өңделген. Бір шолып шайық, жай ғана музыкасын тыңдаймыз, сосын дауысын тыңдаймыз. Сол дауысты осы общий сводить етілген музыкаға жатқызу керек. Біздің мақсатымыз бүгінгі сол. Сонымен жалғастырайық. Мына музыкасын бір тыңдайық. Яғни екі құлаққа лақтырылған гитара, соло. Яғни байқағандарыңыздай живой гитара жазылған, қалғаны синтезатор, плагиндермен қосылған звуктар, сэмплдармен бас емес, бочка, снейр, яғни хай-хет дегендер сэмпл арқылы қосылған. Көрейік, міне живой басылған гитарам бәрі бөлек өңделіп шыққан, қосылған плагиндар қарап отырсаңыздар. Консольда мінекей астында бәрінде жазылып тұр: кик, снейр, слэп, хай-хет, брас, краш деген сияқты. Яғни үлкен жұмыс атқарылды. Бұл аранжировканың өзін ғана сводить етудің өзінде. Ал ендігі кезекте бізге дауысты лид вокал және бэк вокалдарды жатқызу. Бэк вокал сводить етіліп қойылған алдын ала, уақытты көп құртпас үшін. Сондықтан қазір тек лид вокалды сводить етеміз. Яғни лид вокалды өңдейтін боламыз. Ал бастайық. Бірінші тыңдап көрейік, лид вокалымызда не бар. Пока Airvox қосып қояқ, прямой өзіне. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса, құлпырар жүрегім, іңкәрліктен аралса, даусың жаным деген күнім естиін. Не жетіспей тұр, яғни бұл сухой голос, құрғақ дауыс. Сондықтан бұны ең бірінші эквалайзер ден басамыз. Airvox'ты білесіздер, әрдайым -3-ке гейнді қойып қоямыз. Компрессормен кішкене дауысын шығарып қоямыз әзірге. Сондықтан бізге алдағы уақытта жұмыс барысында естіліп тұру үшін Airvox'ты міндетті түрде қосып қою керек. Екінші мәселе, бізге эквалайзермен 100-ге дейін әрдайым мен сіздерге айтатын, менің подходым осындай. Сіздерге ұнаса осы подходты қолдансаңыздар болады. Лаукат фильтрмен низасын 18 октава децибелге дейін алып тастаймыз. Децибелмен 100-ге дейін. Міндетті түрде мына жердегі мусор естілмеу керек. Мусор болғанда дауыстың жағымсыз частоталары деп айтайық. Үлкен колонкада ол қатты сезілетін болады. Сен жұпарлы гүл едің. Бұл енді авторский ән болғаннан кейін өте тиянақты жасау керек міндетті түрде. Мен әзірге наушникпен жасауға мәжбүр болғаннан кейін, әзірге наушниктің деңгейінде жасап көреміз. Потом бұны видеоны түсіріп болғаннан кейін міндетті түрде колонкамен дұрыстайтын болам бәрібір. Бірақ сонда да тырысып көрейік бірдеңе жасалғанға. Эквалайзер 100-ге дейін алып тастадық, міндетті түрде көрейік. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса, құлпырар жүрегім, іңкәрліктен аралса.
әзірге қатты сезілмейді, ол 100-ге дейін алғанымыз. Ол үлкен колонкаларда, жаңағы концертный залдарда 100-ге дейін алып тастамағанда мына сап частоталар құлақта жағымсыз әсер қалдыратын болады бәрібір. Сондықтан келесі біздің қимылымыз компрессор болмақ. Компрессор ең жақсы көретін компрессор. Менің әрдайым қолданатын компрессорым, білесіздер, вокал болса міндетті түрде атаканы 10-ға қоямыз. Релизге әзірге тиіспейміз, рейшо міндетті түрде вокалға 4 болу керек. 4-ке қоямыз, 3.99 болып тұрады міндетті түрде. Ал енді трэшхолдпен мен үйреткендей, кәдімгідей вокалдың динамикасын дұрыстауға тырысайық. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса. Трэшхолдпен қысқан кезде мына жердегі индикатор орташа 6 децибелге дейін қысып отыру керек. Орташа да 6 децибелде тұру керек примерно. Қазір көзбен қарап көрейік. И құлақпен де тыңдау керек, міндетті түрде. Бірінші құлаққа сену керек, потом индикаторға. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса. Құлпырар жүрегім, іңкәрліктен әр алса. Даусыңды жаным деген күнім естиін. Мен үшін сенсіз өмір құны бес тиын балауса. Қамалы махаббаттың қаланса. Әзірге жаман емес, бірақ дауыс әзірге жай шығып тұрған сияқты. Біз динамикасын кішкене болса да дұрыстадық деп ойлаймын. Енді бізге многополосный компрессор керек. Многополосный дегеніміз, яғни әр частотны бөлінген середина, низа, верханы бөлек өңдейтін боламыз. Біздің серединамыз 92-ден 1000-ға дейін болады. Нижний верхамыз 8000-нан басталады. Верха 8000-нан басталады. 1000-нан 8000-ға дейін нижний верха болады. Солай неғып алайық, дайындап алайық. Өйткені бізге әр частотны өңдеу керек болады. Сондықтан бірінші не істейміз? Міндетті түрде низаны басамыз. Кішкене 4 децибелге ма середина, верха, нижний серединаларды көтереміз, да? 3-4 примерно осылай. Көтеріп көреміз, тыңдап отырып. Сен жұпарлы гүл едің. Многополосный не үшін керек? Многополосный біздің даусымыз прозрачно естілу керек. Яғни ештеңеге жағаласпай өзі әдемі шығып тұру керек, үйлесіп инструментпен. Сол үшін біз многополосный компрессор қолданамыз. Ал ары қарай жасап көрейін, сіздер қарап отырыңыздар, бақылап. Компрессор түсінетін адамдар міндетті түрде многополосный компрессорды түсінетін болады. Трэшхолд жаңағыдай атака, гейн, дәл жаңағыдай. Мынау бір компрессор өзі, бірақ мына частотаға арналған да, мынау низаға арналған. Мынау середина, нижний середина, мынау нижний верх, нижний деп мұңға, верхаға арналған, жалпы айтқанда. Ары қарай жалғастырайық. Сен жұпарлы гүл едің, Трэшхолдпен кішкене қысып көреміз әр частотны. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса. Құлпырар жүрегім, іңкәрліктен әр алса. Даусыңды жаным деген күнім естиін. Мен үшін сенсіз өмір құны бес тиын балауса. Қамалы махаббаттың қаланса. Жүрегіміз егіздей жаралса. Әлі де дауысы жай шығып тұр, сондықтан не істейміз? Кішкене Airvox'ты тағы да компрессировать етеміз. Яғни комп деген батырманы асты қарай жылжытып көреміз. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса. Жүрегім
азыр катты айтылатын жер, музыка катты басталатын жерине коелу. Алауса қамалы махаббаттың қаланса, жүрегіміз егіздей жаралса, сезім табалса, ол оттай бойға таралса, мәңгілік боп саналса, демек қасымда сенсің балауса, балауса, балауса. Қол ұстасып бірге бол. Жаман емес, маған ұнап келе жатыр. Ендігі кезекте сибилянттармен жұмыс істеу керек, немесе қалай айтсам эскалар дейік. С деген әріп қатты естіліп жатыр. Қ, С деген өте жорстко, бізге кішкене жұмсақ болғаны қажет. Сондықтан бірінші РДСР дегенді алайық. РДСР бізге мына частотада көру керек. Қарайық. Балауса қамалы махаббаттың қаланса, жүрегіміз егіздей жаралса. Бұл бір ДСР, Ш, Ж дегенде қатты шығып кеткен жағдайда. Енді СК-ға тоқталайық, оған біз жай ғана ДСР-ді аламыз. ДСР. Мына ДСР-мен көрейік, -20-ға дейін түсіріп. Балауса Бізге әлі де төмен түсіру керек. Тыңдап отырып әрине, индикаторға қарамаймыз қатты. Тыңдап отыру керек. балауса қамалы махаббаттың қаланса, жүрегіміз егіздей жаралса, сезім табалса, ол оттай бойға таралса, мәңгілік боп саналса, демек қасымда сенсің балауса, балауса, балауса. Қол ұстасып бірге бол жаным, көңіліміз қанаттас, ар-ұят сенің қорғаның, ерін жерге қаратпас. Біз барған тұрқайын, жүрмеп едік бақтан кеш қалып, сен де бән шырқайын. Мінекей бізде өте жақсы нәтиже болды деп ойлаймын жалпы. Яғни бұған бастысы білім ғана керек, жақсы жұмыс істеу үшін, және практика. Практика міндетті түрде керек. Ендігі кезек қызық болсын, до и после тыңдап көрейік. Негізі бұл запись өте жақсы жазылған біздің студияда. Өйткені әнші. Бұл әнші міндетті профессиональный әнші. Бұл қалай айту керек екенін түсініп отыр. Дауысы сапалы шыққан сайын микрофонды сапалы қабылдайды. Студийный микрофон сапалы қабылдайды. Ал сапасыз дауыстарды қалай бар солай қабылдайды ғой микрофон. Соған байланысты при записи міндетті түрде сапалы басып алу керек. Ал енді до и после тыңдап көрейік. Міне, досы өшірдім бүкіл плагиндерді. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса, құлпырар жүрегім, іңкәрліктен әр алса, даусыңды жаным деген күнім естиін. Ендігі кезек после тыңдап көрейік. Жұмыстың нәтижесін көрейік ендігі. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса, құлпырар жүрегім, іңкәрліктен әр алса, даусыңды жаным деген күнім естиін.
мен үшін сенсіз өмір құны бес тиын балауса. Қамалы махаббаттың қаланса, жүрегіміз егіздей жаралса, сезім таба алса, ол оттай бойға таралса, мәңгілік боп саналса, демек қасымда сенсің балауса. Жалпы жаман емес, өте жақсы, осылай да қалдырып алады, бірақ біз сатурация қосып көрейік, дауысты жылытуға тырысып көрейік. Білмеймін, бірақ қалай болатын міндетті түрде. Saturn деген плагинмен бізге керегі Worm Tape емес, Worm Tube маған осы лампа ұнайды, көрейік плагиндегі қалай әсер ететін. Сен жұпарлы гүл едің, махаббатым балауса, құлпырар жүрегіміз егіздей жаралса, сезім таба алса, ол оттай бойға таралса, мәңгілік боп саналса, демек қасымда сенсің балауса. Мен ойымша керемет болған сияқты, дауысы өте жылы, минусовкаға жатты кәдімгідей. Бір қалай айтсам болады, үйлескен дауыс пен инструменттер үйлескен бір әдемі музыка болып шықты да, былайша айтқанда. Ендігі қызық болсын тағы да мен сіздерді бэкпен тыңдатып көрейін. Бэк алдын ала свайделіп қойған, небәрі 3 плагин. 3 плагин төбесінде Airvox соңында. Қайырмасында шығар мүмкін. Көрейік, бір тыңдап. Қол ұстасып бірге бол жаным, көңіліміз қанаттас, ар ұят сенің қорғаның, ерін жерге қаратпас. Біз барған тұрқайым, жүрмеп едік бақтан кеш қалып, сен де бән шырқайым, боз бала кездерімді еске алып. Қамалы махаббаттың қаланса, жүрегіміз егіздей жаралса, сезім таба алса, ол оттай бойға таралса, мәңгілік боп саналса, демек қасымда сенсің балауса, балауса, балауса. Мінекей, бүгінгі сабақтың аяғына да жеттік. Егер сіздерге пайдам тиіп, осы сведение ұнап жатса, үйрене жатарсыздар. Коммент, лайк болып жатса сіздерден алдын ала рахмет. Яғни сұрақтарыңызды қойып, жекеге шыға бермей, осы жерде жазсаңыздар өтініш тағы да. Я түсінемін. Просмотр менде аз болып жатыр, сабақ арасы өте ұзақ болып шығып жатыр. Бірақ мен қалай активность көрем, сұрақтар көп болады, міндетті түрде бірден сабақ жасауға кірісетін боламын, уақыт тауып. Сондықтан сіздерден лайк, коммент менен сабақ. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.